Babamın kanı, anamın jası. Singen bu dağlar kımbatsın mağan. Nereye birle amaldım basın. Urvakta menge dil aşıramam. Seyirsin şoğum, seyirsin dostum. Seyirsin havam, seyirsin güneşim. Birleşin ayağıma yerim. O yaşa yerim, seyirsin gezim. Kurmamışım gelişim, anam edinceşim. Gereğimin dilerim ye. Asiresin Бүгінгі біздің сұхбатымыздың тақырыбы Қазақстан тәуелсіздігінің жолы. Мен сізге бірінші қояр сұрағым, Қазақстан тәуелсіздікті қашан және қалай алды? Қазақстан тәуелсіздікті 1991 жылы 16 желтоқсанда алған болатын. Бұл еліміздің егемендік алған тарихи сәт болды. Жарайды, өте жақсы. Сізге келесі қояр сұрағым, тәуелсіздіктің Қазақстан үшін қандай маңызы бар? Тәуелсіздік қазақ халқына ғасырлар бойғы арманының орындалуы. Ол өзіміздің саясатымызды, экономикамызды және мәдениетімізді басқаруға мүмкіндік берді. Жауабыңыз өте керемет. Біз барлығымыз білеміз, тәуелсіздік еліміздің болашағы. Сізге келесі қояр үшінші сұрағым, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін елімізде қандай маңызды өзгерістер болды? Тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекеттік рәміздер және ата заңымыз қабылданды. Ұлттық валюта енгізілді. Жаңа қаламыз Астана салынды. Экономика дамып, халықаралық деңгейде беделі артты. Сіздің жауабыңыз мен үшін пайдалы ақпарат. Келесі сұрағым, жасөспірімдер тәуелсіздікті қалай бағалауы керек? Жастар тәуелсіздікті қадірлеп, оның дамуына үлкен үлес қосуы керек. Өйткені тәуелсіз елдің болашағы білімді, отаншыл жас ұрпақтардың қолында. Дұрыс айтасыз, жасөспірімдер тәуелсіздіктің тірегі. Ал енді соңғы сұрағымыз, Қазақстан тәуелсіздікті қалай ала алды? Қазақстан тәуелсіздікте кеңес одағы ыдыраған кезеңде өз болашағын өзі таңдауға мүмкіндік туған кезде қол жеткізді. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан ресми түрде тәуелсіз мемлекет болып жарияланды. Сұрақтарыңызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Біздің сұхбатымыз аяқталды.